Сәлем достар, бүгін бір жасағаннан ақ әдемі болып шығатын блинчик дайындайтын боламыз. 2 жұмыртқамызға 2 ас қасық қантымызды салып, барлығы толық ерігенше араластыратын боламыз. Оның үстінен кішкентай шай қасықпен тұз салып, кішкене ғана ұнымызды електен өткізіп, барлығын жақсылап араластырамыз. 1 пияладай сүт қажет. Сүтіміз міндетті түрде жылы болуы керек. Оны да дәл осылай 2-ге бөліп құятын боламыз. Барлық құрамын төменге жазып кететін боламын. Және 1 пияладай қайнап тұрған су қажет. Оны да 2-ге бөліп құятын боламыз. Бірден құйып жіберуге болмайды. Осылай 2-ге бөліп құйып, және 2 ас қасық сұйық май қажет. Оны да құйып, барлығын жақсылап араластырамыз. Осы рецепт бойынша менде 15 дана шықты. Өздеріңізге қалауыңыз бойынша 2 есе көбейтіп істесеңіздер болады. Осылай қызып тұрған тапамызға кішкене ғана сұйық майды жағып, блинчиктерімізді осылай пісіріп ала беретін боламыз. Өте дәмді, әрі бір жасағаннан шығатын блинчик. Барлықтарыңызға осылай дайындап көруге кеңес беремін. Достар, менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыз. Күн сайын жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.